Жасым 19-да, университетте оқимын. Жалдамалы пәтерде мұшығым Чуча екеуміз тұрамыз. Біздің аймақта домдар бір-біріне қарама-қарсы соғылған. Сондықтан менің пәтерімнің кез келген терезесінен Асқаровтардың үйі көрінетін. Олар өте жақсы отбасы болатын. Үлкен қызы Айжанмен бір сыныпта оқығанбыз. Ал оның кіші сіңлісі Жанар 3 жаста болатын. Кішкентай қыз саңырауқұлақ ауруымен ауырады. Құлағы жақсы естімейтін. Көшеде Айжанның сіңлісімен қыдырып жүрген көп көрем. Бір күні оларға астыңғы пәтердегі әйел келіп, оларға Жанардың өлеңді тым қатты қоятынын, ұйықтай алмайтынына жалып айтып келетін. Бірақ сағат соңындағысы кешкі 8 болатын. Мен Айжанға Жанарды менің үйіме кез келген уақытта әкелсең болады, өлең тыңдап теледидар көреміз деп айтқанмын. Бәрібір көршілерім түнгі уақытта жұмыс істейтін. Бірақ Айжан бұл ұсынысымнан бас тартады. Ешқандай көршілерден қорықпаймын деп. Бұл онымен соңғы әңгімем болды. Кешке жақын мен әдеттегідей теледидар көріп отқанмын. Қасымда Чуча болатын. Далада шілде болатын, сондықтан терезелердің бәрі ашық тұрған. Терезеден қарама-қарсы тұрған пәтерден Жанардың көріп жатқан үйреншікті мультиктің музыкасы шығып жатты. Енді ұйқыға кіріп баратқан едім, музыка бірден тоқтап қалды. Асқаровтардың үйіндегі свет бірден өшіп қалды. Терезеге жақындағанымда ешқандай қимыл немесе дыбыс байқамадым. Пәтер бір түнекке оралғандай болып тұрды. Менің жүрегім неге екенін білмеймін, тым қатты соғып кетті. Бар болғаны қап-қара пәтерге қарап тұрдым. Бір сәтте кісінің айқайлаған дауысын естідім. Айжанның әкесі айқайлағанын түсіндім. Ұялы телефонымды алдым да олардың нөмірін тердім. Асқаровтардың үйінде қоңырау соғылғанын естідім. Сол сәтте тұтқаны көтерді. Жалың дауысты біреу бірдеңе айтып тұрды. Қорыққанымнан тұтқаны тастап жібердім. Не істерімді білмедім. Бар ойыма келгені милиция шақыру болды. Дірілдеген қолыммен милицияның нөмірін тердім. Милиция, сізді тыңдап тұрмын. Тұтқаның арғы бетінен дауыс шықты. Сол сәтте менің ойымды Чуча алаңдатып жіберді. Ол біртүрлі қараңғы кіреберіске қарап тұрды. Мен де қарай бергенде маған қарай жақындап келе жатқан біреуді байқадым. Сол сәтте свет өшіп қалды. Айқайлап жібердім де Чучаны алып бұрышқа тығылдым. Мен қараңғы бұрышта мұшығымды құшақтап отырдым. Нені күту керектігін білмедім. Жүрегім қорқыныштан дүрсілдеп соғып тұрды. Ал түсініксіз қап-қара нәрсе маған қарай жақындап келатты. Оның жақындап келатқанынан кәрі әйел екенін байқадым. Шашы жерге сүйретіліп келатты. Қорыққаннан бетімді жауып алдым. Бір суық нәрсе қолымды ұстағанын сездім. Осы кезде шыдамағанымнан Чучаны ары қарай итеріп жібердім де қасымда тұрған столмен құбыжықты ұрып жібердім. Пәтерден шығып кеттім де көрші үйдің қоңырауын соқтым. 5 минут бойы таң қалған көршіме ештеңе түсіндіре алмадым. Дауысынан басқа да көршілер шығып милицияға қоңырау шалды. Пәтерімнен мұшығым жарты өліктей қорқып шығып қолыма секіргенде құлап есімнен танып қалдым. Есімді жиғанда ауруханада жатыр екенмін. Маған ұзақ уақыт бойы Айжан мен оның отбасына не болғанын айтпады. Кейіннен Айжанды әкесі екеуін ас бөлмеде өлі күйінде тапқанын білдім. Көршісі тағы олардың жүрек ұстамасынан қайтыс болғанын қосты. Ал есік сырттан құлыптанған және ода тырнақ іздері болған дейді. Анасы мен Жанарды бір күннен соң қаладан 2 шақырым жердегі темір жолдан тапқан. Милициялар келгенде анасының бірінші айтқаны: мен қаштым. Лайк басып каналыма жазыл. Артыңда қарап тұрмын.